Барлығына сәлем. Бүгін сіздермен бірге 2018 жылғы Человек-паук через вселенную анимациялық экшн фильм сюжетін талдаймыз. Бұл Кинолайф каналының қазақ тілінде кино шолу бірінші видеосы. Осы роликті бағалауды ұмытпаңызды сұраймын. Майлз қарапайым орта мектеп оқушысы, жақында басқа беделді интернетке көшкен болатын. Оның әкесі Джефф полиция қызметкері болып жұмыс істейді және өрмекші адам ретінде танымал қылмыскерге қарсы күресетін батырды ұнатпайды. Анасы Рио мамандығы дәрігер қызметінде. Джефф баласын мектепке дейінгі жатақханаға апарады. Ол қазір орналасуы қажет. Майлз өзінің жаңа мектебінде жақында көшіп келген сүйкімді сыныптасы Гвандаға назар аударады. Майлз әкесімен өте тығыз қарым-қатынаста, сондықтан ол әкесінің ағасы Аронмен әлдеқайда жақын араласады. Жігіт ағасына сүйкімді сыныптасын айтады. Содан кейін Арон қаңырап бос қалған жерге апарады. Онда екеуі қабырғаға граффити салады, бірақ Джефф бұндай өнерге қарсы шығады. Ал Арон болса керісінше жас жігіттің хоббиін қолдайды. Майлз қабырғаға сурет салып жатқанда оны Алхимакс корпорациясының зертханасынан құлаған радиоактивті өрмекші шағып алады. Мектеп оқушысы өрмекшіні өлтіреді. Бұл қателік оның өмірін қаншалықты өзгертетінін білмейді. Келесі күн таңертең Майлз шалбардың түсініксіз себеппен оған кішкентай болып кеткенін көргенде таң қалады. Жігіт мектеп дәлізінде Гвандамен кездесіп, оны кездейсоқ әңгіме бастауға тырысады. Майлздың алақаны ешқандай себепсіз қыздың шашына мықтап жабысады. Ақырында шаштарын қидыртып ыңғайсыз күйде танысады. Кейін дәрізде күзетші пайда болады. Ол кеше жатақханадан қашып, мектеп ережелерін бұзғаны үшін Майлзға жүгіреді. Бала күзет бөлмесі болып табылатын алғашқы есікке жүгіреді және оның қолы мен аяғы қатарынан бәріне жабық қалғандықтан ішіндегі нағыз хаосты ұйымдастырады. Бір сәттен кейін Майлз ғимараттың сыртындағы қабырғалармен тікелей жүреді, ал Гванда оған таңданып қарайды. Жас жігіт өз бөлмесіне жетеді. Онда өрмекші адам комиксі оның көзіне түседі. Ал Майлз оның осындай керемет күштерге ие болды деп күдіктене бастайды. Дүрбелеңде орта мектеп оқушысы ағасына қоңырау шалуға тырысады, бірақ ол жауап бермейді. Майлз өрмекші шағып алған жерге оралуды шешеді. Жол бойында ерекше күш, жылдамдық және ептілік танытып, өлген өрмекшіні тапқаннан кейін жігіт оның шынымен де бар екенін көреді. Керемет шиеленіскен сезімдермен Майлз жақын жерде қауіпті сезінеді және көп ұзамай өрмекші адам мен басқа әлемнен портал ашуға тырысатын жасыл гоблин арасында шайқастың ортасында болады. Жас жігіт үлкен биіктіктен құлап өле жаздайды, бірақ Паркер мектеп оқушысын құтқарады және оған ұқсас супер күштердің бар екенін тез түсінеді. Өрмекші адам тозақ машинасына оралып, оны жойғалы жатыр. Осы кезде тағы бір зұлым адам пайда болады. Ол батырды ұрып соғып, содан кейін оны жерге итеріп жібереді. Жасыл гоблин Кингпиннің басты жауызы, қызметкерлерге үлкен көлікті іске қосуды және параллель өлшемдер порталын ашуды бұйырады. Өрмекші адам бұл апатқа келетінін түсінеді. Гоблиннің құшағынан шығып, тікелей коллайдерге ұшады. Ол үлкен жарылыс тудырады. Майлз ауыр жараланған кейіпкерге жүгіреді. Ол оқушыға коллайдерді өшіре алатын флеш дискіні береді. Өйткені ол қайта іске қосылған кезде олардың бүкіл әлемін жоя алатынын айтады. Жас жігіттің кетуге уақыты жоқ. Өйткені зұлымдар пайда болып, оны көз алдында өрмекші адамды өлтіреді. Майлз бұрышта тығылып, бұл оқиғаны өз көздерімен көреді. Қаңғыбас көрнекті пойыздың астына түсіп кете жаздаған жалғыз куәгерді қуып жете алмайды. Жатақханаға оралғысы келмеген Майлз үйге асығады. Онда ол ата-анасын құшақтап, түнде осында қалуын өтінеді. Мектеп оқушысы қайтыс болған өрмекші адам, яғни Питер Паркер туралы жаңалықтарда жедел хабарлама ретінде көрсетеді. Ал келесі күні таңертең ол өзіне супер қаһарман костюмын сатып алуды шешеді. Майлз қайтыс болған өрмекші адамның жесірі Мэри Джейннің жерлеу рәсімінде сөйлеген сөзін тыңдайды. Осыдан кейін ол қаланың жаңа қорғаушысы болу туралы нақты шешім қабылдайды. Жас жігіт шатырдан шатырға қауіпті секіруге тырысады, бірақ үлкен биіктіктен құлап жерге қадалады. Майлз аздап өзгереді, ал флеш диск коллайдердің кілті сынады. Майлз Питер Паркердің хабаріне барады. Онда ол сәтсіз миссиясы үшін кешірім сұрайды. Осы кезде оның артында жұмбақ бейтаныс адам пайда болады. Ол күтпеген жерден ер адамды қуатты электр разрядына лақтырып жаңа қабілет көрсетеді. Оқушы жақындаған кезде есінен танып қалған бейтаныс адамның өрмекші адам костюмын кигенін және оның білектеріне веб-атқыштар бекітілген байқайды. Мэй апай қайтыс болған және Мэри Джейнмен ажырасқан басқа ғаламнан келген Питер Паркер екені белгілі болды. Ол депрессия түсіп, супер қаһарманның өмірінен шаршап, деген жерде Моралестің әлеміне ашылған портал арқылы кіреді. Зиратта пайда болған полицейлер Майлзға қолдарын көтеруді бұйырады. Содан кейін жігіт Паркер есінен танып қалған веб-атқыштан өрмекші торларын атып, екеуін қаланың орталық алаңына апаратын пойызға түседі. Питер өзінің Майлздың панасына байлап қояды. Ол ер адамнан оны супер қаһарман қабылдаушыларға үйретуді талап етеді. Бұл идея Паркерге ерекше ұнамайды. Ол ешқандай күш-жігерсіз арқандардан босатылады, бірақ терезеден секіруге тырысқанда құлайды. Өйткені оның атомдары бір-бірімен бөтен шындықта жақсы әрекеттеседі. Өз әлеміне оралу үшін Питер коллайдерді жою керек, бірақ алдымен Майлз флеш дискіні сындырған үшін Алхимакс корпорациясына бару керек. Келесі күн таңертең екеуі Алхимакс кеңсесіне оңай еңеді. Онда Майлз тағы бір қабілетті, біраз уақытқа көрінбейтін болуды анықтайды. Майлз вирусты Алхимакс дерек қорына орнатуға және коллайдерді жоюға көмектесетін аға жолдасының флеш дискісін алады. Осы уақытта Питердің өзі пайда болған ғылыми қызметкер Оливия Октавиус назарын аударады. Майлз парольді есіне түсіре алмайды және күтпеген
күтпеген жерден Оливия өзінің шынайы тұлғасын супер зұлым доктор Сегізаяқты ашқанда компьютерді ұрлауға тырысады. Өрмекшілер өздерімен бірге компьютерді алып қашып кетуге тырысады, ал Сегізаяқ бірнеше күзетшілермен бірге оларды қуып жетуге асығады. Паркердің денесі қайтадан сәтсіздікке ұшыраған кезде қашқындар ормандағы қуғыншылардан алыстап кетеді. Бұл Сегізаяққа оларды басып озуға мүмкіндік береді. Осы кезде үшінші супер қаһарман еш жерден шықпағандай ол жауызды тез байтаптандырады. Жеңіл масканың астында шын аты Гвен Стейси болатын мектептің гвандасы болып шығады. Қыздың айтуынша ол 2 жыл бұрын радиоактивті өрмекші шағып алған мүлдем басқа әлемнен шыққан. Өкінішке орай Гвен өзінің ең жақын досы Питер Паркерді құтқара алмады. Ол оның қолында бандиттік оқтан қаза тапты және бірнеше күн бұрын ашылған порталдар арқылы осы әлемге тастады. Қашқындардың компьютермен бірге жасырынғанын білген Кингпин өмірінде ең жаман сәтті есіне алады. Сол күні үйінде өрмекші адаммен төбелесіп жатқан кезде оның әйелі мен ұлы күтпеген жерден босағада пайда болды. Ер адамның қаншалықты қатыгез екенін көріп, жұбайы ұлын ұстап алып, онымен бірге қашуға шешім қабылдады. Өкінішке орай олар апатқа ұшырап, сол жерде қайтыс болды. Енді Кингпин параллель әлемнен әйелі мен ұлын қайта қосылу үшін басқа өлшем портал ашуға тырысады. Сонымен қатар Гвен Майлсқа жаңа флеш-дисктің кілтін жасау идеясы бар екенін айтады. Кешке үшеуі Мэй апайдың үйіне жетеді. Ол қайтыс болған жиын сағынышпен еске алады және Питерді көргенде қатты таңғалады. Апай қонақтарды Паркердің құпия баспанасына апарады. Онда олар көптеген керемет гаджеттер мен әртүрлі батыр костюмдерін көреді. Кенеттен төбеден тағы 3 өрмекші түседі. Олар да біздің ғаламға лақтырылды. Біріншісі 1933 жылғы жеке детектив өрмекші Нуар. Екіншісі 3145 жылғы Пенни Паркер. Ол роботың ішінде тұратын өрмекшімен телепатиялықпен байланысады. Соңғысы мультфильмдер әлемінен шыққан өрмекші Шошқа. Бір кездері радиоактивті өрмекші шағып алған болатын. Енді ол да өз әлеміне оралғысы келеді. Майлс жігіттерге коллайдерге жетуге және үйге оралуға көмектесетінін айтады. Тек мектеп оқушысы әлі күнге дейін өзінің қабілеттерін игермеген және ол қуатты Кингпинге қарсы тұра алмайды. Өзін мүлдем пайдасыз сезінген жігіт көрінбейтін болып топтан кетеді. Майлс ағасының үйіне барады, бірақ оны үйінен таппайды және Аронға жазба қалдырады. Онда ол үнемі бәрін ренжітетінін және сәтсіздікке ұшырайтынын мойындайды. Күтпеген жерден қаңғыбас терезеден көтеріледі, ал Майлс оны таппау үшін көрінбейді. Қаңғыбас өз маскасын шешкенде Майлс өз көзіне сене алмайды, өйткені оның ағасы Арон болып шығады. Майлс терезеден жасырынып өтуге тырысады, бірақ қаңғыбас оны байқап жол бойында ауыр жол көлік оқиғасын ұйымдастырып, қала көшелерімен қуып шығады. Оқушы көліктерден жалтарып үлгереді, ал жауыз артта қалады. Осы уақытта Пенни роботымен бірге коллайдер үшін жаңа кілт жасайды. Қыз дайын кілтті Паркерге береді. Осы кезде үй ішінде толқып тұрған Майлс жүгіріп келеді. Ол ағасы Арон супер зұлым адамнан бас тартты деп айқайлайды. Сегізаяқ жасөспірімде аңдып, ыстық шекпек-шекте балаларға шабуыл жасаған бірнеше зұлым адамдармен бірге бөлмеге кіріп кетеді. Зұлымдар үйдің төбесіндегі өрмекші адамды байқап, оны артынан қуады. Оны ұстап алғаннан кейін қаңғыбас оның маскасын шешкенде өз көзіне сене алмайды. Арон өз жиенін көргенде оған зиян тигізуден тартынады. Мұны сырттан бақылаған Кингпин қаңғыбасты атып өлтіреді, өйткені ол өрмекші адаммен бірге деп шешкен болатын. Майлс ауыр жараланған ағасын алып қақпаға тығылады. Өліп бара жатқан Арон жиенінен кешірім сұрайды және жігіттің дұрыс жол таңдағанын ойлайды. Осы кезде Майлстың артында қарулы Джефф пайда болады. Осыған байланысты орта мектеп оқушысы көрінбейтін болып, Джеффтен аулақ болғанын дұрыс деп ойлайды. Ақыры ол қайтыс болған ағасының денесін тауып, бұл жаңа өрмекші адамның ісі деп шешеді. Майлс жатақханасының бөлмесіне қарай бет алады. Қалған өрмекшілер соңынан еріп, оған көңіл айтады, өйткені олардың әрқайсысы осы өмірде жақындарынан айырылған болатын. Күтпеген жерде Майлстың көршісі бөлмеге кіреді. Ақыры бүкіл кейіпкерлер төбеге жасыруға мәжбүр етеді. Бірақ көршісі өте ерекше топты байқап, есінен танып қалады. Питер Паркердің ойынша Майлс Кингпинге қарсы әлі дайын емес және осы шындықты айтып, коллайдерді жою арқылы өз өмірін құрбан етуге шешім қабылдайды. Питер Паркер Майлсқа ақымақтық жасамау үшін орындыққа байлап, қалғандарын соңынан ереді. Көп ұзамай Майлстың бөлмесіне әкесі келеді. Ол ішке кіруден тартынады және есіктен ұлының өзінің қатаңдығы үшін кешірім сұрайды. Содан кейін ол оны жақсы көретінін қосады. Міне Майлс әрекет етудің уақыты келгенін түсініп кетеді. Барлық ерік-жігерді жұдырыққа жинағаннан кейін жігіт тордан босатылады. Содан кейін ол жаңа костюм алу үшін Мэй апайға барады. Майлс қаладағы ең биік ғимаратқа көтеріледі. Онда ол өзінің керемет қабілеттерін игереді. Қалған өрмекшілер осы уақытта коллайдерге жетеді. Ол іске қосылады. Бұл бүкіл әлемнің толық жойылуына әкелуі мүмкін. Питер тозақ машинасын өшірмекші, бірақ оған Сегізаяқ шабуыл жасайды. Майлс көмекке уақытында келеді және жауыз Питер тараптандыруға көмектеседі. Не болып жатқанын көріп, Кингпин құрылғының қуатын арттырады. Соның салдарынан әртүрлі ғаламшарлардан қиылыса бастайды және бір-бірімен соқтығысады. Сонымен қатар өрмекшілер бақылаушылармен күреседі және оларды сәтті ұтуда. Сегізаяқ өте байсалды қарсылас болып шығады және балаларды бүйірлеріне шашады. Бірақ бақытымызға орай оны басқа өлшемнен шыққан жүк
көлігі мықтап қағып кетеді. Кингпингтің қол астындағылар жұмыс істей отырып, Майлз басқа әлемдерге порталдарды сәтті ашады. Ақырында Пенни, Нуар, өрмекші шошқа және Гвенге өз әлемдерін оралуға көмектеседі. Питер коллайдерді жеке жою үшін қалады, бірақ Майлз ер адамды белгілі бір өлімнен құтқарып, жолдасын өз әлеміне итермелейді. Кингпинг жасөспірімге шабуыл жасайды және қатты шайқас нәтижесінде екеуі де қозғалатын пойызда болады. Солы Майлзды ұстап алып, оны аяқтамақшы. Кенеттен оның жұбайы мен ұлы басқа ғаламшардан шыға келеді. Күйеуінің қатыгездігін көрген әйел оны құбыжық деп атайды және қайдадан жоғалып кетеді. Бұл Кингпингді одан да қатты ашуландырады. Майлз қас күнемнің тісті шабуылдарынан өліп қала жаздады. Бірақ олардың жекпе-жегін әкесінің бақылап отырған көріп, жігіт шешім тауып, өзінің тәждік техникасын қолданады. Ақырында Кингпингті тікелей коллайдерге қуатты электр разрядымен лақтырады. Бұл құрылғының жарылуына әкеледі. Бірақ тынышталған кезде өрмекші адам костюмдегі Майлз әкесіне асығады. Ол ақыры мұны түсінеді. Нағыз зұлым бұл Кингпинг. Полиция бүкіл қылмыстық шайқаны тұтқындады. Ал Майлз батыр марқұмның орнына қаланың нағыз қорғаушысы болып есептелінеді. Ақырында біз мультфильмнің соңына да жеттік. Өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Көргеніңіз үшін рахмет және жаңа кездесулерге дейін қоштасамыз.